12 жасқа толған балаларға арналған. Assalamu alaikum, құрметті теледидар көрермендері, назарларыңызға серпіліс хабарын ұсынамыз. Бүгінгі хабарымызды біз 9 жолдың торабы бойында орналасқан Шу ауданына қарағысты 70 жыл тарихы бар Далақайнар ауылдық округіне арнағанды жөн көріп отырмыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар ағайын. Шу ауданына қарасты ең ірі елді мекеннің бірі Далақайнар ауылы өсіп-өніп өркендеген өлкеге жатады. Тарихы тереңнен басталатын аймақта бір кездері тың игеру де жүзеге асырылып, мал шаруашылығы да жақсы дамыған. Облыстың ғана емес, күллі ел мен жердің абыройын асқақтатқан аптал азаматтар да шыққан. Енді бұл совхоз үлкен жетістіктерге жетті. Осы ауылдан шыққан атақты шопанымыз Оспанбеков Жарас Молдабекұлы кәдімгі социалист еңбек ері атағын алып, 25-ші съездің делегаты болып, сол кездегі СССР жоғарғы советінің депутаты болды 5 жыл. Сондықтан бұл үлкен жетістікке жеткен ауыл еді. Бұл астық шаруашылығымен бірге мал шаруашылығы дамыды. Оның ішінде мүйіздері қара 2000 басқа дейін жетті. Қой шаруашылығында МШК дейді, межхозный казахский порода дейді. Бұның саны 18 мыңға дейін жеткен шаруашылық еді. Аудан бойынша емес, бұл совхоздың көрсеткіштері облыс, республика көлемінде атақ шықты. Өсіп өнген ауыл болды. Ауылымыз өсіп өніп, қазір ауылымызда 16 көше. 16 көшенің қазіргі бүгінгі күнге 12 көшесі асфальттанып, 13 көшесі жарықтанып отыр. Жастарымыз сыртқа кеткенмен енді қазір көп жастарымыз ауылға оралып, осы бүгінгі күнге дейін, осы соңғы 5 жылдың ішінде 20 үйге дейін соғылып жатыр. Орталығымызда балалардың ойын алаңы мен кіші футбол алаңы соғылды осы соңғы 1 жылдың ішінде. Осы 24 жылы мына Кәусара балабақшамыздың үстін жаптық үлгердік. Сондықтан жетіп жатқан көрсеткіштеріміз өте көп. Ал енді жалпы сіздер осы ақсақал ретінде, абыз жандар ретінде ауыл әкімдігінде тығыз байланыс жұмыс істеп жатырсыздар ма? Жалпы жастар тәрбиесі қалай болып жатыр? Ардагерлер кеңесі ауыл әкімшілігімен бірлік үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Ауылдағы тұрмыс жағдайы нашар отбасыларымызға мына қарттар күніне, басқа да мейрамдарда мына жеңіс күніне барлығын осы ұйымдастырып, ауыл әкімі мен ауыл ақсақалдар алқасы бірігіп, соларға көмек беріп жатамыз. Қысқы мысалы мына мешітімізге, ауыл жастары мешітімізге, өзі соғылған мешітімізге отын түсіріп беріп, светін төлеп ай сайын, және суына дейін жүргізіп беріп отыр. Осының бәрі ауыл бірлігінің арқасында деп ойлаймын. Негізінен мал шаруашылығымен айналысатын далақайнарлықтар әлі де болса ет, сүт өнімін өткеруде өз үлестерін қосып келеді. Солардың бірі ауыл тұрғыны Бақыт Таутанов. Алғашында егін шаруашылығымен айналысқан ол, бертін келе ірі қараға ден қойған. Бүгінде ол бірнеше бас сауынды сиырды ұстап отыр. Сүт сауатын аппаратта сатып алыпты. Күніне 100 литрге дейін сүт алады екен. Бізді 98 жылы әкеміз осы ауылда бір 5 қария болып бөліп шыққан. Сомен бастадық. Сомен мына жерлерде бидай ектік, бір 50 гектардай. Содан кейін барып дарбыз қауынға көштік. Сөйтіп айналдырып жүріп, кейіннен әйтеуір жылқыға көштік. Содан кейін 2012 жылы 20-20 бағдарламасымен жаңағы наубайхана аштым. Несие алдым 1 миллиондай. Сомен наубайхананы ашып, соны наубайхананы айналдырып біраз. Содан кейін жай-жай оны малға айналдырдым. Мал ала бастадық. Осы сиырмен бастадық бірінші. Сиыр саудық, сүт өткіздік. Содан кейін май құрт жасадық. Майда қалаға жаңағы осы ауылдан өткіздік, құрттарды өткіздік. Сөйтіп кейін жылқыға ауыстық. 1 бас, 2 бас байладым. Осы былтырлар 3-4 бас байлағам. Биыл мен Алла қаласы 11 бас байлап, сол өзіміздің ісімізді дөңгелетіп отырық. Міне 2 жыл дүкенімді аштым.
Істің көзін тапқан кәсіпкер сүт өнімдерін өздері жасап, оны ауылдан ашқан дүкенде өткереді. Қолдан жасалған таза табиғи өнім қаймақ, ірімшік пен құртқа деген сұраныс көп. Тіпті Алматы қаласынан арнайы тапсырыс беріп, алып кетушілер де бар. Құрт өзіміздікі, қаймақ өзіміздікі, баламның несі бар, өзінің бизнесі. Сол балам 6 сиырымыз бар, сауылатын, сол сиырды сауып, құрт жасап, май жасап, қаймақ жасап өткіземіз. Ауыл тұрғындарынан алады, Алматыға, жан жаққа елдер өздері заявкам алып кетеді. Балалардың барлығы еңбекпен есейді. Мен өзімде 70-тен ассам да әлі күнге дейін қол қусырып қарап отырған емеспін. Балалардың бір жағына шығып көмектесумен келемін. Соның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Ауылдық жерде еңбек етем деушілерге жұмыс табылар анық. Тек ерінбеу керек. Міне сонда ғана кірісте табыста болады дейді кәсіпкердің анасы, алтын алқа иесі Күлжамал Тоқтыбаева. Құдайдың берген 7 баласы бар, 2 ұл, 5 қызым бар. Осы енді сол бала шағалардың арқасы осы еңбегімізді жай-жай жүргізіп, мына дүкенді де ашып қойып, сол жай-жай жүргізіп жатырмыз. Жастарға не айтатыңыз? Жастарымыз еңбек етіп, өстіп тіршілік істеп, өздері қазір тіршілік деген жетеді, халыққа істеймін десе жастарға жұмыс жетеді, жұмыс баршылық. Ауылымыз жақсы, Аллаға шүкір өркендеп келе жатыр. Әкіміміз жас бала болса да жақсы жүргізіп жатыр. Молодец. Осы әкім келгелі ауылымыз өркендеп, 70 жылдық тойымыз өтті. Сол Құдайдың арқасы, халықтың арқасы, әкімнің арқасында жақсы өтіп жатыр, жақсы жүріп жатыр. Шаруашылықтың 137 гектар мал жайылыммен шабындық жері болса, 8 гектар суармалы егістіктер де бар екен. Оны толық игеру үшін осыдан 5 жыл бұрын Қазагро қолдау қоры арқылы тракторге де қол жеткізіпті. Жалпы ауылда 127 шаруа қожалығы тіркелсе, енді олардың қатары кәсіпкерлермен де толығып жатыр. Ауылымызда енді кәсіпкерлік бойынша тоқталсақ, ауылымызда 3 дүкен орналасқан. Алдағы уақытта ауылымыздың тұрғыны өз қаражаты есебінен тағы да бір дүкен және дәріхана құрылысын соғып жатыр. Алдағы келесі жылы сол ашылады деген ойдамыз. Биылғы жылы өз қаражаты есебінен ауыл тұрғыны пескоблок цехын ашты ауылымызға. Енді көптеген істер атқарылып келетір ауылымызда. Ауылымыздағы мекемелерге тоқтала кетсем, ауылымызда Кәусер Бөбекжай бақшасы бар. Түймебай Әшімбаев атындағы орта мектебіміз, ауылдық дәрігерлік амбулаториямыз бар. Ауыз суымыз қамтылған, ауылымыз тұрғындардың бәрі 100% ауыз суға қамтылған. Ветеринарлық пунктіміз бар. Малдарымыз уақытында емделіп жатыр. Сол енді ауылымыз енді алдағы уақытта қажет болып тұрған ауылымызға ауылдық клубымыз апатты жағдайда. Сол ауылымызға ауылдық клуб соғылуын қажет етеді. Енді ауылдық клубтың сметалық құжаттамасы әзірленіп, облысқа ұсынылған, облыстан қолдау тапқан жағдайда ауылымызға клуб соғылады деген үміттеміз. Ендігі басты проблемамыздың бірі осы, ауылдық клуб қажет етіп тұр. Елді мекенде атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар аз емес. Үкіметтік жоба бойынша жүзеге асырылып жатқан жұмыстардың арқасында ауылдағы басты көшелер асфальтталып жарықтандырылған. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын таппақшы. Жылда көшелерімізге асфальт төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы 2 көшемізге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Атап айтсақ, Саттар Естемесов, Тоқтар Аубакиров көшелерімізге 1,311 шақырым километр жол жөндеуден өтті. Алдағы уақытта бізде енді жол жөнделмеген 4 көшеміз қалып тұр. Сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Алдағы уақытта осы бюджеттік қаралымға ұсынатын боламыз. Және де 3 көшемізге освещение. Көше жарығымыз қалып тұр, 3 көше. Онда сметалық құжаттамасы әзірленіп ұсынылған. Қаржы қарастырылса алдағы уақытта жүргізілетін болады.
Енді өздеріңізге белгілі, осы алдағы 1-2 күн бұрын осы ауылымыздың 70 жылдық мерейтойы аталып өтті. Біздің ауылымыз 1954 жылы құрылған, биыл 70 жылдық мерейтойын атап өттік. Аудан көлемінде бұл жерде енді ауыл ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, жастарымыз бар. Бәріміз бірігіп, ауызбіршіліктің арқасында осы тойды аман-есен өткіздік. Ауыл облыс орталығынан шалғайда жатқанына қарамастан, мұндағы әлеуметтік нысандар да халыққа қалтықсыз қызмет етуде. Соның бірі жаңадан бой көтерген амбулатория. Жаңа медициналық мекеме заманауи үлгіде салыныпты. Ауыл адамдарына алғашқы көмек көрсетілетін тиісті медициналық құралдармен қатар, қамтамасыз етілген бұл мекемеде өз ісінің мамандары, бір дәрігер мен медбикеде жұмыс істейді. Бізде алғашқы көмек көрсетіліп тұрады. Кішкентай балаларға барлық жағдай жасалынған, және де Д учетта тұратын науқастарымызға тегін дәрі-дәрмектермен қамтылған. Біздің осы Далақайнар дәрігерлік амбулаториямызда барлық жағдай жасалынған, іште ыстық су, жылы су барлығы бар. Бұл жерде осы жылы былтырғы 19 жылдан бастап коронавирус инфекциясына байланысты бізде егу жұмыстары, вакцина жұмыстары жүргізілді. Ауылда балабақшада жұмыс істеп тұр. 2008 жылы пайдалануға берілген мектеп жасына дейінгі мекеме 50 орынға арналған. Бөбекжайда жас бүлдіршіндер үшін барлық жағдай жасалыпты. Тіпті олардың көңіл күйі мен денсаулығы да жіті бақылауда көрінеді. Жамбыл облысы Шу ауданы Далақайнар ауылында 2008 жылы 7 шілдеде Кәусар балабақшамыз ашылды. Балабақшамызда 2 топ ұйымдастырылған. 2 топтың кіші топта балапан тобымызда 25 бала бар. Күншуақ тобында ортаңғы тобы, ол жерде 25 бала, 50 бала қамтылып отыр осы балабақшамызда. Осы балабақшамыздағы педагогтар саны 7. Оның ішінде нақты айтсақ, бір психологымыз бар, бір сал жетекшісіміз бар. Ал балаларды білім нәрімен сусындататын осындағы орта мектептің қабырғасы соны өткен ғасырдың ортасында 60 жылдардың басында қаланыпты. 300-ге тарта арналған оқу орны бүгінде заманауи үлгідегі оқу құралдармен қамтамасыз етілген. Осыдан 3 жыл бұрын жанама ғимаратта салынып кеңейтіліпті. Қазіргі таңда Түймебай Ашынбаев атындағы орта мектебінде 276 білім алушы тәрбиеленуде, 40 педагогымыз жұмыс істейді. Оның 12-сі педагог сарапшы, 23-і педагог модератор, 9-ы педагог зерттеуші. Қазіргі таңда осы ауылда көбінесе сол 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық түлектеріміз келіп, Далақайнар мектебіне біраз өзінің үлестерін қосып жатыр. Атап айтсақ, түлектер аллеясын осыдан 5 жыл бітіріп кеткен түлектеріміз өздерінің естеліктерін қалдырып кетті. Жалпы ауылдан шыққан түлектер тек мектепте ғана емес, елді мекеннің ажары ашыла түсу үшін өз үлестерін қосып келеді. Туған жерлерін түлей түсу үшін олар өз көмектерін көрсетуде. Жомарт түлек туған жерге туың тік жобасы аясында 2021 жылы ауылымыздың кіребесіне қақпасына аркамыз орнатылды. Және де көше атаулары қойылды 30 жылдық жомарт түлектердің арқасында. Одан кейінгі 22 жылы ауылымыздың жалғыз басты жас отбасына асарлатып тұрғын үй сатып алып берілді. Одан кейін 23 жылы асарлатып көп балалы отбасына асарлатып үй сатып алып берілді. Бұның бәрі түлектердің арқасында жасалған дүние. Биылғы 2024 жылы 20 жылдық жомарт түлектеріміз ауылымыздың кіреберісіне төлқұжатын орнатты. Және де ауылымызда 1964 жылы соғылған мектебіміздің бірінші қабатына линолеумын төсеп берді. Енді дала жұмыстары егістік саласында толық аяқталып жатыр ғой. Олай болса сіздерге биылғы жылы жиын терін қалай болды? Ауылымыздың ауызбіршілігі жаман емес. Егін шаруашылығында да, мал шаруашылығында да дамып келе жатыр. Ауылымызда егістік жерге бидайымыз, арпамыз, бақшамыз, жүгеріміз
жылда егіліп, Аллаға шүкір, шаруа қожалықтарының жағдайы жақсы. Техникаларымыз жаңартып жатырмыз үкіметтік бағдарламамен, Қазагрофинанс арқылы. Биылғы енді жиын теріміз тоқтала кетсем, енді ауылымызда бидай 200 гектар себілген болатын. Биылғы жыл жаман болған жоқ. Суымыздан тапшылық көрген жоқпыз. Жақсы өнім алды ауыл шаруа қожалық басшылары. Және де 150 гектар арпа себілген болатын. Жүгеріміз 180 гектар себілген болатын. Көкөнісіміз 30 гектар, бақшамыз 400 гектар себілді. Жаңа себілген жоңышқамыз бар 250 гектар, ескі жоңышқамыз 300 гектар. Аллаға шүкір, шаруа қожалықтардың еккен өнімдері жаман болған жоқ. Жақсы өнім алды. Қылышын сүйреткен қыста жақындап қалды. Жылу маусымы басталып кетті. Олай болса сіздердің қысқа дайындықтарыңыз көмірмен, отын сумен қамтамасыз етілді ме? Әлеуметтік мекемелер толық? Енді ауылымызда орналасқан әлеуметтік нысандарымыз жылыту маусымына 100% дайын. Көмір қоры түсірілген барлық әлеуметтік нысандарға. Жылу жүйелері бір қалыпты жағдайда қазіргі. Енді ешқандай неміз жоқ, проблема жоқ. Далақайнар ауылдық округі өздерінің айтулы даталарын аудан көлемінде кеңінен атап өтті. Дала төсінде Ақшаңқай киіз үйлер тігіліп, жергілікті тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын іс-шаралар да ұйымдастырылды. Ауылымыз өркендеп, қазіргі уақытта дамып жатыр. Бұрынғы совхоз ауыл болып, қазір егіншілікпен және жеке шаруа қожалықтары 137 шаруа қожалықтары, ауылымыз электр шамдары жағылып, көше асфальттандырылып, үйлер салынып, өркендеп даму үстінде. Ауылдың жеткен жетістіктермен алған белестері ең бірінші осы елді мекенде туылып, еселі еңбек еткен ерлердің арқасы. Ауызбіршілігі жарасқан ауыл ағайындары әлі де жемісті жұмыстармен жетістіктерге жетіп келеді. Сондықтан да бұл мерейтой бәрімізге ортақ деді жергілікті жұртшылықты құттықтаған аудан атқамінерлері. Құрметті Далақайнар ауылының тұрғындары, құрметті қонақтар, бүгінгі осы тойға жиналып отқан. Міне бүгінгі мынау атына сай даланың төсін жарқыратып жатқан бүгінгі тойларыңыз, 70 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Осы ауылдың ынтымағы жарасқан, бірлігі жарасқан осы Далақайнар ауылына сіздерге, отбасыларыңызға аманшылық, дендеріңізге саулық, осы әр уақытта, осы ынтымақта, ауызбіршілікте болып, жақсы көрсеткіштерге жетіп, осы жақсы ұл қыз тәрбиелеп өсіре беруіңізге тілектеспін. Мерейтойға келген қонақтар мен ауыл халқы бұл күні жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламаларын тамашалады. Сонымен қатар ұлттық ойындар да өткізілді. Ат бәйгесінен бөлек қошқар көтеруден де жарыс ұйымдастырылып, жеңімпаз марапатталды. Далақайнар ауылында үлкен 70 жылдық болып жатыр, өте қызықты, өте әдемі, тамаша өтіп жатыр. Қуаныштымын. Осы спорттық ойындарға келіп, қошқар көтеруден 302 рет көтеріп, қошқарды ұтып алдым. Қуаныштымын өте. Бірлік болса тірлік болады. Олай болса бірлігі мен тірлігі жарасқан далақайнарлықтардың алар белесі әлі алда деп білеміз. Ел экономикасының көтерілуіне өздерінің сүбелі үлестерін қосып отырған далақайнықтардың алар биіктері алда деп білеміз. 70 жылдық тарихы бар ауыл ажары әлі де ашыла түсері анық. Олай болса, дәл осы жерде мен хабарымды аяқтаймын. Эфирде келесі жүздескенше сау, саламатта болыңыздар ағайын.